Қазақстан Халқы Ассамблеясы жылына орай ұйымдастырылған 20 игілікті іс акциясы облысымызда әлде жалғасуда. Жамбыл облысы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаментте алғаш аталмыш акция аясында игі іс жасады. Мекеме қызметкерлері қала орталығындағы Дінмұхамед Қонаев атындағы аллеяны тазартып, ағаш көшеттерін отырғызды. Осылайша көктемгі тазарту және айналаны көгершіндіруге өз үлестерін қосты. Қоршаған ортаны аялау, оны таза ұстау әрбір азаматтың борышы. Наурыз мерекесіне орай өткізілген акцияның мақсаты тұрғындарды қаланы абаттандыруға, оны таза ұстауға үндеу дейді ұйымдастырушылар. Барлығымыз осы біздің қаламызда осындай ағаштар көп болсын, тазалық орнасын, осындай қаламыз көркем болсын деп тілейміз. Сол біздің істеп жатқан жұмысымыз басқа мекемелерге, басқа азаматтарға да бір жақсы өзінің септігін тигізеді деп санаймын.